қараша, қыстың бірінші күні. Осындай әдемі мәдениет сарайына, осыншама әдемі қыздар мен жігіттерді жинап концерт беріп жатырмыз. Осы концерт не үшін беріп жатыр, жігіттер? Қалай не үшін? Ералаш, қызықсың сен. Есіңде ма, осыдан 4-5 жыл бұрын көз тимесін КВН командасы құрылған кезде, бәріміз мектепте оқып жүрген кезде еді. 2002 жылы барлығымыз құрылып, республикалық мектеп лигасын чемпион болдық па? Болдық! 2003 жылы бірінші лигада чемпион болдық па? Болдық! 2004 жылы жоғарғы лигада чемпион болдық па? Болдық! 2005 жыл тағы да жоғарғы лигада чемпион болдық па? Болдық! 2006 жыл тағы да чемпион болдық па? Болдық! 2006 жылы Марат біз демалдық қой? Біз ойнаған жоқпыз КВН. Зато чемпион болдық қой! Неден? Қыздармен жүруден. Жігіттер, шынында мен бір жыл КВН оймай демалғаным соншалықты, мен бір жылда 7 қызбен жүрдім. Азғой, 23. Азғой. Шынында айтсам, осы екі жігіттер. Бәсе? Негізінде, Ереке, өзің қанша қызбен жүрдің? Мен енді орысшалап айтатын болсам, примерно 53. Ақмақ, білесің ба? Негізінде 53-ге қанша екен? Жігіттер, 53 деген 14 қой, Ақмақ, 14 деген 61 бәле негізінде. Азамат, сенші? Екеу! Көп қой. Біреу! Азайт енді. Машина жүрген жоқ мен. Бәсе? Еркек. Мәке өзіңізше. Көбе. Қанша өйін? Көп. Енді айтсам өке қанша өке? Көп қыздар қарамай кеттім маған бар ғой жөді. Көйіп кетті сондайлар бар ма? Әбеке өзіңізше. Мен мектеп кезінде бір қыздың артынан 3 жыл жүгірдім. Егер сол қыз осы залда отырса, жер қолын көтерсінші. Жоқ, ол әйел түгіл, мұрты бар. Ой, әпше түріңіз не болып кеткен? Жігіттер, мен жақында Халық банкісінен несиеге ақша алдым. Ақшаны ала салып мен өзіме үй алдым. Неге? Өйткені қараңдар жігіттер, осы күнге мен арендада тұрдым да үйде. Ана үйдің ақшасы бар емес па? Егесіне төлей бергенше қазір мен ақшаны банкке төлеп жатырмын. Зато үй өзімдікі. Жігіттер, онда болса мен де Халық банктен несиеге ақша алып, машина алдым. Неге? Жігіттер, өздерің ойлансаңдаршы, күнделікті таксиге беретін ақшам қазір банкке құйып жатырмын. Зато машина өзімде қалады. Ода мен де Халық банкісінен кредитке ақша алдым да үйлендім. Неге? Енді бұрын суббота воскресенье күні кететін ақшаны қазір банкке құйып жатырмын, зато әйелім өзіме қалады. Мынау құрметті көрермендер, жалпы сіздер білесіздер ма, білмейсіздер ма, білмеймін, дегенмен де алтын балық деген нәрсе болады. Алтын балықты әртүрлі ұлттың адамдары ұстап алған кезде әртүрлі арман айтады. Сонымен ең бірінші орыс халқы. Ох, золотая рыбка. Мое первое желание — дай мне целый ящик водки. Бұл еді орыс халқы, ал еді қазақ халқы. Маған үйдің қаланың ортасына 4 бөлмелі үй, дәу КамАЗ машина, 4-5 машина, және қаланың сыртынан дәу дача. Бұл менің бірінші арман. Рахмет, болды. Рахмет. Ал еді өзбек халқы. Алтын балық! Жарны рыба берем, жарны рыба. Жігіттер, қараңдаршы. Өткенде алтын балық демекші. Қошқаратан бойында балық ұстап отырсам, крючогым тартады. Сылырып қалсам алтын балық. Ой еді! Енді сыртын ашайын деп дайындалып отырсам, алтын балық не дейді десе? Не дейді? Құдай үшін Ереке өлтірмеңізші. Ереке, любой арманыңызды орындаңыз. Ереке деп қойды. Ереке деп қойды. Сонымен алтын балық тыңда деді. Менің арманымнан деді. Қазақтың инабатты, ибалы, қазақ салтын сақтайтын, қасы қара, шашы ұзын, жігітпен жүрмеген, өмірінде сүйісіп көрмеген, мед академияда оқитын қыз тауып бер десе, мана алтын балық не дейді десе? Не дейді? Одан қайта мені өлтіре салшы деп қойды. Жігіттер, мед академия демекші, статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, негізінде қаламызда университеттерде студенттерден пара алу жөнінде мед академия бірінші орында екен. Ал Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті екінші орында екен.
Құдайға шүкір, біздің халықаралық қазақ-түрік университеті бұл списокте жоқ. Ерлан, Құдайға шүкір деп сен айтасың, Құдайға шүкір деп мен де айтайын. Біздің университеттің студенттері басқа университет студенттеріне қарағанда ыздавал емес. Ал енді құрметті көрермендер, соңғы жаңалықтар. Естісеңіздер, мынау тұрған көршілес Өзбекстанда Кефри мен Олвестің өтпей қалуына байланысты мақтаның бағасын көтеріп жіберді. Жақында ғана Халық банкі университеттер студенттері арасында лимон жеуден жарыс өткізген болатын. Сол жарыста гран-приді ұтып алған Асхатты ортаға шығарамыз. Асхат! Мінекей, құрметті көрермендер. Осы жігіт бірінші орында алды. Мінекей, Асхат, өзің лимонды шық. Халықтың көзінше мынау лимон. Көрдіңіздер ғой, осы лимонды үшеуін қатарынан жесеш, негізде 12-сін жеп қойған. Примерно шын. Кеттік. Дуал шабалақ, жеп жатыр, қараңыздар. Шынай. Қошемет. Тада, кет, жібер. Так, санаймыз. На лимонды 4 дегенде жеп қойшқан. 1 кетті, 2 кетті, 3 кетті, 3 жарым, 4 боқат, жеп қой десе 4 боқат, 4! Аблом жиямай қалды. Так, 2-ші лимон, кеттік, 2-ші лимон. 1, 2, тық, 10 деген кезде. 3 лимон тез жүт. 3, қошемет, құрмет көмендер, қошемет. Көмендер, зал, бәр, кет. Жібер. Қарындас көресіз бе? Кет, жібер. Аузына симай жатыр, тамағына өтпей жатыр, мұрнынан ағып жатыр, көзінен ағып жатыр лимон. Жібер, кән. 3 дегенде осын жұт қойшы. 1 көз қарауытып жатыр. 2 талайын деп жатыр, жігіт, талайын деп жатыр. 3, 4 кетті. Асхатқа дуғал шабалақ, бір тісей сал. Дуғал шабалақ, рахмет. Құрметті көрермендер, кете бер, рахмет, кете бер. Құрметті көрермендер, біздің командада негізінде толық жігіт ол Марат. Марат жақында ғана толықта диетамен жоқты. Раз. Сонымен көріңіздер, Марат пен диета жекпе-жек әңгімеде. Қалай? Қашаннан бері? Дәлекер толғалы бер.